Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен Алтынай. Бүгін біз жұмсақ әрі тез дайын болатын венский вафли жасайтын боламыз. Бұл рецептте құпия ингредиент бар. Менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен ыдысымызға 3 жұмыртқа саламыз. Одан кейін қантымызды салып араластырамыз. Одан кейін бөлме температурасында сары майымызды саламыз. Тағы да жақсылап араластырамыз. Бұл жерде құпия ингредиент бұл қаймақ. Қаймақты салып араластырып, одан кейін балымызды салып біраз қасық тағы да араластыратын боламыз. Кейін ұнымызды салып, одан кейін қопсытқышымызды салып, жақсылап қаймақ тәрізді болғанша араластырамыз. Дайын болған салмамызды осындай мультипекерге венский вафли жасайтын насадкасіне салып, 2 ас қасықтан 5-7 минут аралығында пісіре беретін боламыз. Бұл жерде қаймақ құпия рецепт болғандықтан венский вафлиге жұмсақтық береді. Мінекей 5-7 минут аралығында пісіп шықты. Көріп отырсаңыздар, өте жұмсақ әрі дәмді болып шығады. Қалғанын видеодағыдай қайталап жасай берсеңіздер болады. Венский вафлиларымыз дайын болды. Менде 8 дана шықты. Мінекей қарасаңыз жұмсақ, арасы барлығы піскен. Ас дәмді болсын. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.